Геометрияның негізгі ұғымдары аксиома, теорема. Геометрия фигуралардың қасиеттерін зерттейтін ғылым. Ол гректің гео жер, метрио өлшемін деген сөздерінен шыққан. Геометрия үлкен екі бөлімнен тұрады. Оның біріншісі планиметрия бөлімі, екіншісі стереометрия бөлімі. Геометрия ғылымы ғасырлар бойы жаңа теоремалар мен формулаларды ашу арқылы дамып, толықтырылып отырған. Ғылымның дамуында ерекше рөл атқарған ғалымдар: Фалес, Пифагор, Евклид. Геометрияның негізгі бөлімі планиметрия және стереометрия. Планиметрия бөлімі жазықтықтағы фигуралардың қасиеттерін зерттейді. Оларға нүкте, түзу, кесінді, сәуле, үшбұрыш, төртбұрыш, шеңбер және тағы басқа фигуралар жатады. Стереометрия бөлімі кеңістіктегі фигуралардың қасиеттерін зерттейді. Оларға пирамида, конус, шар, цилиндр және тағы басқа фигуралар жатады. Геометрияның негізгі ұғымдарына тоқталайық. Нүкте. Нүкте ұғымы өлшемдерін елемеуге болатын нысандарды сипаттайды. Нүкте латын алфавитінің бас әрпімен белгіленеді. Мысалы, С нүктесі, В нүктесі. Түзу. Түзу шексіз және екі жаққа да созылады. Көп нүктеден тұрады және оның қалыңдығы жоқ. Түзу латынның бір кіші әрпімен немесе екі бас әрпімен белгіленеді. Мысалы, А түзуі немесе МП түзуі. Кесінді. Кесінді деп түзудің берілген екі нүктесінің арасында жатқан барлық нүктелерінен тұратын бөлігін айтады. Бұл екі нүкте кесіндінің ұштары деп аталады. Кесіндіні оның ұштары арқылы белгілейді. АВ кесіндісі дегенде ұштары А және В нүктелері болатын кесіндіні ұғамыз. Әрбір кесіндінің нөлден үлкен белгілі бір ұзындығы болады. Егер беттестіргенде кесінділердің ұштары дәл келсе, онда кесінділер тең деп аталады. Мысалы, АВ кесіндісі мен СД кесіндісі тең. Оны АВ тең СД деп жазамыз. Жазықтық. Жазықтық шексіз және тегіс бетті білдіреді. Жазықтық гректің кіші әрпімен белгіленеді. Мысалы, альфа жазықтығы немесе бета жазықтығы. Аксиомалар. Қарапайым фигуралардың негізгі қасиеттерін білдіретін тұжырымдар дәлелденбейді, және олар аксиомалар деп аталады. Аксиома гректің аксиос деген сөзінен шыққан. Ол күмән тудырмайтын пікір дегенді білдіреді. Қандай да бір геометриялық фигураның қасиеттері туралы тұжырымның дұрыстығы пайымдау жолымен анықталады. Бұл пайымдау дәлелдеме деп аталады. Дәлелденетін пікірдің өзі теорема деп аталады. Геометрияда аксиома мен теорема сияқты сөздермен қатар анықтама сөзі де қолданылады. Бір нәрсеге анықтама беру деген, оның не нәрсе екендігін түсіндіру. Қандай түзуді алсақ та, ол түзуге тиісті нүктелерде, оған тиісті емес нүктелерде бар болады. Кез келген екі нүкте арқылы түзу жүргізуге болады, және ол тек біреу ғана болады. Мысалы, А түзуіне тиісті нүктелер В, С, Д нүктелері. А түзуіне тиісті емес нүктелер А,
К, Н нүктелері. М түзуінде А, В, С, Д нүктелерін берілген ретте белгілеп, пайда болған кесінділерді атайық. А, В, С, Д, АЦ, АД кесінділері, ВД кесінділері пайда болады екен. Екі түзудің ортақ нүктесі бар болса, онда түзулер қиылысады. А түзуіне тиісті Д нүктесі, Б түзуіне де тиісті Д нүктесі. Д нүктесі екі түзуге де ортақ нүкте. Белгілеуі: А қиылысады Б түзуімен Д нүктесінде. Бір нүкте арқылы қанша түзу жүргізуге болады? Жазықтықта бір нүкте арқылы шексіз көп түзу жүргізуге болады. Екі нүкте арқылы қанша түзу жүргізуге болады? Жазықтықта екі нүкте арқылы бір ғана түзу жүргізуге болады. Бір түзудің бойында жатпайтын үш нүкте арқылы қанша түзу жүргізуге болады? Үш түзу, олар қиылыспайды, қиылысу нүктелері үшеу. Яғни А нүктесінде, В нүктесінде және С нүктесінде қиылысады.